Сәлем баршаңызға, сіздермен Сандыгүл. Бүгін сіздерге Рамазан айында өте оңай жасауға болатын керемет сочниктің рецептін бөлісетін боламын. Қонақтарыңыз қайта сұрай беретін рецепті өте жеңіл және де жасау жолы өте оңай. Керемет сіздерге сочниктің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін толық қараңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Ең алдымен ыдысымызға ерітілген сары майымызды қосамыз. Одан кейін оның үстіне секерімізді салып, және де үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Жақсылап барлығын араластырып болғаннан кейін толық барлығы еріп араласу керек. Араласып болғаннан кейін ұнымыздың үстіне қопсысқышымыздың бір қасығын, шай қасығын салып, жақсылап араластырамыз да. Барлығын бірден қосып, мен өзім үй жағдайында осылай қолмен араластырамын. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша араластырсаңыздар болады. Осы ұнымыз жеткілікті, осы ұнымызды салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Бізде осындай жұмсақ қамыр пайда болады. Осы қамырымызды қоя тұрамыз, осы жерге табанның бетін жауып. Одан кейін бізге салмасын творог және де бір үлкен ас қасықпен секер және үлкен ас қасықпен кукурузный крахмал қосамыз. Және де бізге бір жұмыртқа керек болады. Ол жұмыртқамыз осы екіге бөліп, сары уызын бөлек, ақ уызын бөлек бөліп алатын боламыз. Бізде ақ уызын қазір осы начинкамыздың ішіне қосамыз, ал сары уызымызды осы қазір сочнигіміздің сыртына жағатын боламыз. Міне қосқаннан кейін барлығын жақсылап, осы вилканың көмегімен араластырып, барлығын толыққанды араластыратын боламыз. Барлығы еріп, барлығы араласу керек. Араластырып болғаннан кейін енді кезекте қамырымызды алып, осылай мен веселин көмегімен 50 граммнан осылай бәрін бөліп алдым. Дәл сіздер де солай жасасаңыздар болады, немесе көз мөлшерлерімен алсаңыздар да болады. Дегіден дәл осы рецептпен сіздерде осылай сатылымға шығарсаңыздар да болады. Өте нәзік және де сатылымға көп сұранысқа ие сочниктердің бірі. Мені дәл осылай қолымызбен осылай жайып алдым. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша жайсаңыздар болады. Осы начинканы салып, осылай барлығын орналастырып алатын боламыз. Немесе оқтаны көмегімен жайсаңыздар да болады. Мен осылай жағдайында өзім осылай қолымен жақсылап осылай араластырып, осылай дайындап алдым. Мені барлығын осылай дайындап, одан кейін манағы сары уызымызды осылай бетіне жағып шығарамыз. 180 градус температурада алдын ала қызып тұрған пеште 20 минутта пісіріп шығаратын боламыз. Міне достар, дайын. Осылай үстіне сахарный пудрамды себіп алсаңыздар да болады. Өте нәзік, өте дәмді болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Ауызашарға міндетті түрде керек десерттердің бірі десем де болады. Рахмет, сау болыңыздар.